Бүгін біз құқық және құқық бұзушылық деген тақырыпта сөйлескелі жатырмыз. Әр баланың өзінің құқығы бар. Ол мысалы оқу, ойнау, демалу және де осы құқықтардың қатарын толықтыратын қорғану сияқты құқықтарымыз бар. Оларды біз әрқашанда заң арқылы қорғай аламыз. Бірақ кейде оқушылардың, балалардың, әркімнің арасында құқық бұзушылық болып жатады. Олардың алдындағы біз көптеген қателіктер жібереміз. Және де олардың мысалы ол біреуге тиісу, рұқсатсыз оның заттарын алу немесе оны итеріп жіберу. Бұл дұрыс емес заттар. Ондай жағдайлардан сақтану үшін біз бүгін мектеп инспекторымен сұхбат құрамыз. Ол кісі бізге құқықты қалай сақтау керек екенін айтып береді. Ендеше тыңдап отырыңыздар. Өте қызықты болады. Алдымен өзіңізбен таныстырып өтсеңіз. Саламатсыздар ма оқушылар? Мен сіздердің мектептеріңізге бекітілген полиция инспекторы, полиция лейтенанты Бекбосын Жас Саттарұлы боламын. Алдағы уақытта бірге жұмыс атқаратын боламыз. Ендеше біздің сәт екеуміздің сізге қояр бірер сұрақтарымыз бар. Құқық бұзушылық дегеніміз не, және оны бізге қалай түсіндірер едіңіз? Құқық бұзушылық дегеніміз қоғамға қарсы әрекет, және де заң бойынша жазаланатын әрекет. Құқық бұзушылық деп айтамыз. Мектеп оқушыларының арасында жиі болатын құқық бұзушылықтарды айтып кетсеңіз. Қазіргі уақытта кибербуллинг деген құқық бұзушылықты оқушылар бір-бірінің суретін түсіріп, смайлик істеп, құқық бұзушылық жасап жатыр. Құқық бұзушылықтың алдын болдырмас үшін қандай әрекеттер мектепте жүргізіледі? Біріншіден профилактикалық жұмыстар жүргізіледі оқушылармен, және де түсіндірме жұмыстар жүргізіледі. Неше түрлі түсіндірме жұмыстар жүргізу арқылы құқық бұзушылықтың алдын аламыз. Оқушыларға қандай кеңес берер едіңіз? Құқықты бұзбау үшін не істеу керек? Құқықты бұзбау үшін профилактикалық жұмысы атқарылған кезде мұқият тыңдап түсіну қажет. Егер көшеде сені біреу қорқытса немесе күш қолданса, қайда хабарласу қажет? Ең біріншіден 102-ге хабарласамыз, мән-жайды толығымен түсіндіріп, және де ата-анамызға міндетті түрде айтамыз. Ата-аналар баласының құқық бұзушылығына жауап бере ме? Құқық дегеніміз не? Оны қалай түсіндірер едіңіз? Ата-аналар кәмелет жасына толмаған балаға 18 жасқа дейін ата-аналар жауап береді. Ол әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 127 бабы бойынша кәмелетке толмаған адам тәрбиелеу және оған білім беру міндетін дұрыс атқармағаны үшін ата-аналарына айыппұл төлеу әкеп соғады. Міне оқушылар, бүгінгі біздің инспектормен сұхбатымыз біткелі жатыр. Ендеше біз құқық бұзушылық дегеніміз не екенін және де құқық деген не екенімен бүгін таныстық. Ең бастысы, әрқайсымыз тәртіпті болуымыз қажет. Біз өзіміздің құқығымызды да, басқалардың құқығын да құрметтейік. Егер де біз бәріміз тәртіпті болсақ, онда мектепте де, үйде де, тұрмыстық жерлерде де бізде жақсы орта болады және мәдениетті сөйлесіп, олардың құқықтарын сыйлай білетін боламыз. Ендеше тыңдағандарыңызға көп рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.